Сәлем менің YouTube оқырмандарым. Біз жылқының етінен жілік алған кезде осындай қарын бүрме деген тамақ жасауды ұйғардым. Мындай етіп байлап аламыз. Қамырдың бір жағын жақсылап үшкір ағашпенен және де жіппенен байлап бекітіп қоямыз. Енді ішіне салатын масалықтарды дайындап қоямын. Мен бір пиязды жақсылап майдалап турадым. Тұзды азырақ саламыз, сәбіз қостым. Және дәмі әдемі болсын деп азырақ асқабақ қостым, ащы бұрышта қостым. Бұдан соң зіре және де қарабұшты қосып араластырамыз. Енді осыны жақсылап араластырып алған соң, тым толтырмастан салу керек. Кастрөлдерді суға салғаннан соң, оны инемен немесе вилкаменен тесіп қоюға болады. Және де осындай көпіршіктерін алып отыру керек. Енді оны кастрөлдегі суға салып, қайнатып, 3 сағат қайнатып пісіреміз. Баяу отта. Піскен қарын бүрмені легенге салып, оны енді суыған соң ашып жеуге болады. Қарынның ішінде көкөністер өз сөнін жақсы сақтап піседі. Даяр болды. Енді оны легеншеге салып, әрине суыған соң оны тарелкеге салып, ыдыстарымызға кешкі асымыз дайын. Отбасымызбен бірге ас болсын деп, сіздер де осындай тамақты жасап көріңіздер. Бұл ұлттық тамақ болып есептелінеді. Өте дәмді және де жасалуы да оңай.